Менің бала кезімнің әрбір кезеңі мені бүгінгі мен еткен баға жетпес сабақтардан тұратын ерекше әлем. Жоғарырақ сыныптарға өткенде математика менімен ойыннан үлкен мақсатқа айналды. Алғашқы күрделі формулалар, дәлелдеулер, ұзақ есептер. Бұрын қорқып қарайтын дүниелерден ләззат ала бастадым. Өзіме өзім дәлелдегім келді. Мен математик болып тумасам да менен де бір нәрсе шығады. Осы ой мені бұрынғыдан да көп еңбектенуге жетеледі. Жасөспірімдік кезеңімде еңбектің шын мағынасын түсіндім. Еш нәрсе жайдан жай келмейтінін, әр жетістіктің артында ұйқысыз түндер мен қайталанған жаттығулар тұратынын білдім. Сол кезден бастап математика жай сабақ емес, менің ішкі әлемімді реттейтін, ойымды жинақтайтын, мақсатқа жетелейтін күшке айналды. Бүгінде математикадан сабақ бере отырып, әр оқушының бойынан өзімнің бала кездегі ұмтылысымды, қызығушылығымды көргендей боламын. Оларға білім беріп қана қоймай, еңбектенудің, талпыныстың, табандылықтың мәнін түсіндіру мен үшін ең үлкен бақыт.